Қазіргі таңда қыз жігіттердің барлығы әлеуметтік желіде ғана сөйлеседі. Біз осы қателікті жөндеу мақсатында жігіттерге қыздың көңілін табудан мастер-класс өткіземіз. Ал қазір бүгінгі қонағымыздың көңілін табатын жігіттерімізді Ұнайт шоу резиденттерін ду қол қошеметтеріңізбен қарсы алыңыздар. Ұнайт шоу резиденттерін! Осы үздіктердің ішінен үздікті анықтайтын жұлдызды қонағымызды ду қол қошеметпен қарсы алыңыздар. Өзі актриса, өзі блогер, өзі әнші Сабина! Сабинка едет к нам. Кто же это? Сабина, жабайланып тұрған мыналар мен емес. Мен өзім шетте серьезно тұрмын, қара. Сабина, көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Бәрі жақсы ма? Иә, жақсы бәрі. Қазір Қобалжып тұрмын просто. Иә, мыналар құртпайды деген сенімдемін мен де. Қорқып тұрмын ол. Иә, сіз Қуасыз ба, Сабина? Сабина, енді қысқа нұсқа түсіндіріп өтейін. Қазір жігіттер сізге жылы сөздерін, комплименттерін, былайынша айтқанда подкаттарын айтатын болады. Сізге ұнағанын қалдырасыз, ұнамағаны сахнаның артында күтеді. Ұнамағаны зынданға лақтырылады. Ұнамаған сносқа кетеді, снос. Түсінікті ғой? Хорошо. Бастаймыз ғой? Кеттік. Эльдар, қошеметтеріңіз. Сабина, екеуміз Том и Джерри сияқты болсақ қалай? Қанша ұрыссақ та бірге жүреміз. Қатырып айтып жіберді. Кім Том, кім Джерри екенін түсіндіріп өтесің ба? Мен Джерри ғой. Нәндеуі Эльдар ғой енді. Мен ана апамның аяғы ғана көрінеді. Или бульдог ит. Бульдог ит. Сабина, ұнады ма? Пока нормально. Нормально. Эльдар қалады. Эльдар қалды. Нұрекең. Сабина, мына балалардың бәрі жаңбыр деп алсақ, мен зонтик сияқтымын. Саған ешбіреуін тигізгім келмейді. Күшті. Одан кейін қалмаса білмеймін Сабина. Эльдар да үйренген ма? Не айттың, не? Қалсын. Қайтып өт. Нұрекең қалды. Бәй, Қошемет қой. еңбектеніп айтсам, калцин деген. Сабина, егер мына балдардың бәрін қар деп алсақ, мен бұл бульдозермен бәрін итеріп алып кетемін. Қалайым, пожалуйста. Сабина, қалай? Ұнайды, ұнамайды? Пока бәрі қала берсін. Бірінші турда. Бірінші бәрін қалдыра бересің ба? Қала берсін. Бірінші тур болса, просто айта салып ғой. Аспан. Қалдың ба? Просто так па бәрі? Жоқ дейді. Жоқ, онда шынтап айтатын Ona үшеуі жаңа шыққан. онда ең шығам онда. Төртеуі мне. Мен ең шығам ондака. Ең шығам ғой. Азамат, қошемет. Аспан! Десең қайттан. Сабина темекіге зиян заттар шығарып қояды ғой сыртына суретін. Неге сені жүрекке зиян деп шығарып қоймайды? Қалды ма? Қалдың, Азеке. Жалғастырайық, Нұрсұлтан. Сабина, жүрегімнің кілті менде. Рұқсат берсең ғана ашам. Серьезно, сынып қалған шүр. Сен аяқты бұра берші. Жоқ, оны Навал айтты ғой қызылдаға. Вау. Дауысыма сондай болып кеткен. Біреулер үшін бұндай комплимент арман көрдің ғой. Вау деп жатыр. Саған айтылып жатыр. Ұнады ма, Сабина? Нұрекең қалды. Елжан. Сабина, типочкің менде. Екеуміз бірге жүрсек қайтарам. Ұнамадың дейді. Істеймін. Кете берсеңші. Бір кетпер. Шамал деген барам мен. Не, сарайының кілті. Қошеметтеріңіз Елжанға. Бексұлтан. Сабина, сәл шыдасаңыз, екеуміздің зубны щеткамыз бірге тұрады. Бексұлтан қалды. Жалғастырайық, Исақа. Иә, екінші групп. Достар, қараңдаршы, Сабина актриса екен.
мен режиссермін. Сіздер кастинг директор болыңыздар. Сабина менің екінші жартымды өмір бойы сомдап шығуға қалай рөлді алып шыға ма? Ұзақ подкат болған жоқ па? Подкаст болды ғой. Бірдеңе, сендер бірдеңесіңдер. Сендер крафт. Подкаст. Ұнады ма Сабин? Есағам қалды, режиссер Есағам. Нұреке! Құрметті кастинг директорлері, мен де кастингке келіп тұр едім. Есет пен Сабинаның арасында Дұран құсап жағалап жүруге қалайды. Дұран? Дуранды білмейді жасына, бая Бериван деген кинодағы ғой. Дуран қара адам болды ғой, әр жерден сықалап жүретін бүйтіп. Бериван жақсы көріп жүретін. Қолмын деп тұрмын ғой, типа. Бериван жаман көрген сияқты, жаман көрген. Қолдар деп айта берсеңші. Ұнады ма Сабин? Ұнаған сияқты ғой. Микрофонға айтасыз ба? Ұнады. Әрине ұнады. Нұреке, ұнады. Эльдар! Сабина, сен случайно қаңғыбас емессің бе? Онда неге күнде түсімде жүресің? Сен қаңғыбас емессің ба дейді саған. Неге Қалай күндіз? түсінде жүремін сонда? Типа Қаңғырып түсімде жүресің. миында мына ішінде. Жоқ па? Жоқ. Негізі мен радугамен. Жаль, что сен дальтониксің. Осындай арасында жігіттер де бар. Жалғастырайық жігіттер. Азамат. Сіздің есіміңіз Сабина ғой. Біздің үйге барып, Келинка Сабина болғыңыз келмей ма? Жоқ. Өйткені ол еркек десе бе? Сен Нұртас Адамбаев айтасың ба? Болды, енді түсінікті болды. Болғың келмей ма? Сабин, ұнады ма, ұнамады ма? Пожалуйста. Амал. Қалай берсін? Жалғастырайық, Нұрсұлтан. Папаңыз случайно қан шығаратын заводта істемей ма? Мынандай тәтті қыз қайдан пайда болған да орында? Қалсын. Қалды ма? Ұнады. Нұрсұлтан Ол қалды. вариант көп, макарон кейін шығара береміз. Тауып алдым вариант. Сенің атың Сабина, менің атым Кәкімжан. Екеуміз қосылып кабина болмадық па? Сенің атың Сабина, менің атым Марат. Екеуміз қосылып Малина болмадық па? Сенің атың Сабина, менің атым деп тоқтамадық. Я демейінше айта береді Сабина, 42 әріп бәрін. Ұнады ма Сабина? Білмеймін, өзің біл. Ұнады, маған ұнап тұр неге? Нормальный вариант мынау, соңғысы. Сабина, таңдап ал, давай. Жарайды, қалсын. Есағам қалды. Сен мен тағдырмен ойнап отырсың. Бексұлтанға қошеметтеріңізді. Сабина, сіздің көзіңіз жарқырап тұр. Тек мен жетіспей тұрған сияқтын алдыңызда. Болды, бара бара, шықшы. Болды, шабала қойып қояйық. Жалғастырамыз, Азамат. Сабина, сіз вирусный дәрі емессіз бе? Онда неге мен жүрегімді улап тастадыңыз? Не дейсіз, Сабин? Что? Жүрегімді улап тастадың үшін. Екі ойлы болып тұрсыз ба әлі? Жүрегімді қойған, жүрегіме тұрсын деп. Қалсын. Болды. Ойлайтасың да қалып қойсын, рахат. Нұрсұлтан! Сабина, әкеңіз случайно аптекада жұмыс істемей ма? Мынандай соска қыз қайдан табылған деп орында. Не дейсіз? Күшті. Күшті? Иә. Әкемді мақтай беріңіз. Есағам. Мен бұрыннан ойланатын едім осы әдемі деген сөзді қалай ойлап тапты деп сөйтсем сол сөзді шығарып атқан кезде қасынан Сабина өтіп баратқан екен. Филологтар шығарып атады да қалай қыламыз мына сөзді қалай қыламыз деп атады, иісіз өтіп баратсыз да. Рахмет. Қалсын. Алғастырайық, Нұрбол. Мен ойлаймын да, орыстар красавица деген сөзді қалай тапты деп. Сөйтіп Қазақстанда Сабина өтіп батыр көріп қалады ғой. Қазақстанның ғалымдарын айтады Сабина өтіп батыр деп. Иісі шыққансыз. Деп барып тұра берсең. Ұнады ма?
Или өлең айту керек па? Нашым шалқып жүрсем. Не дейсіз Сабина? Айтсаңшы микрофонға қорқпаңыз. Жоқ дейді. Нұреке, ренжімеңіз. Серьезно ма? Ренжіп қалсаң. Нұрболға қошеметтеріңіз. Азамат. Мен ойлаймын да моңғолдар десе. Сабина, сізде гелик бар. Менде велик бар. Велик ауыстыраспай гелик. Жоқ па? Мен кете берейін ба? Жақсы, давай. Ана, мен, давай. Азаматқа қошемет соқып қояйық. Нұрсұлтан. Сабина, әкеңіз случайно молда емес па? Мынандай тұмар қызды қаяқтан тауып алған деймін. Сізді тұмар дейді. Қалсын. Қалды, Нұреген қалды. Исақа, финал. Шіркін Сабинаны ұмыттыратын бір дәрі болса ғой, бағасына қарамай сатып алатын едім. Не дейсіз Сабина? Сондай дәрі болса мен сатып аламын. Сіз иә дейсіз ба ма, жоқ дейсіз ба? Тарихымда алғаш рет тұтайыншы. Ұнады ма Есет? Исақа, бара беріңіз енді. Ренжімеңіз. Есетті шығарып салайықшы қошеметпен, Есет шығарып салайық. Ұяттың ба? Сонымен, тарихта алғашқы рет Нұрсұлтан Үсенов Ұнай майдарының жеңімпаз атанды. Сабина, тұра қойыңыз. Өзің. Біздің бүгінгі Ұнай майдарының жұлдызды қонағы Сабина, қошеметтеріңіз қаттырақ болсыншы қанекей. Сабина, рахмет сізге көп-көп. Жүріңіз шығарып салайын. Ана қолыңыз беріңіз. Аха, байқаңыз.